Сәлем достар, бүгін ұн қуырдақ жасайтын боламыз. Бізде оңтүстікте оны нан салма деп атайды. Ол ұйғыр халқының ұлттық тағамы болып есептелінеді. Бауыр қосуға болады, немесе қоспауға да болады. Мен бауыр және ет қостым. Барлығын кубиктап турап алдым. Сосын керекті пиязымызды. Негізі ұн қуырдақты кейде картоп қоспай жасайды, кейбір жерлерде картоп қосып жасайды. Бізде оңтүстікте нан салманы картоп қосып жасайды. Осылай картопты да турап алдым. Барлығын турап алғаннан соң, енді қамырымызға көшеміз. Жылы суға кішкене тұз салып, өзіміздің отбасымызға ғана шақтап жасадым. Егер көбірек адам болса, көбірек қылып қамыр илеген дұрыс. Міне осылай қамырымыздың иі қанғанша жақсылап илеп аламыз. Енді оны тұндырып қоямыз. 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Сосын тамақты бастамас бұрын бірінші қамырымызды жұқа етке салатын қамыр сияқты етіп жайып аламыз. Қамырды алдын ала жайып қоямыз. Сосын бір 15-20 минут өткеннен кейін келесі бетін аударып қою керек. Қамырымыз кішкене кебу керек, сонда әдемі болады. Енді қазанды отқа қойып, май құйдым және пиязды қуырып бастадым. Етті саламын. Тек етті саламын, бауырды қазірше салмаймын. Еті мен пияз әдемі қуырылғаннан соң үстіне томат саламын. Томатты 2-3 минут қуырып аламыз. Енді үстінен таза су құямыз. 1 стакандай, 1,5 стакандай құямыз. Отты жайырақ қойып, яғни орташа отқа қойып, етіміз піскенше 20 минуттай осылай пісіріп аламыз. Одан соң картопымыз бен бауырымызды саламыз. Керек приправалар салып алуға болады, бұрыш, тұз. Енді картоп піскенше қазанның қақпағын жауып, жаңағы кішкене кепкен қамырымызды енді әдемілеп кеспе етіп кесеміз. Қамырымыз кепкен кезде ол бір-біріне жабыспай әдемі шашыраңқы болып, осылай әдемі болып кесіледі. Картопымыз бен бауырымыз піскеннен соң үстіне қамырды саламыз. Шашыратып саламыз, әдемілеп. Шашыратып жан-жаққа бір-біріне жабыспайтындай етіп салып, үстіне сұйық майдан 1-2 тамшыны шашыратып құйып жібереміз. 15 минут демдейміз орташа отта. Міне біздің нан салмамыз дайын болды. Ас болсын, жасап көріңіз, өте дәмді.